Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Астанада қыс күн суық, қар жауып тұр. Бұндай күндері көліктерді паркингке, жылы жерге қоймаса да болмайды. Өйткені қыздыруға жарты бак бензин кетіп қалады. Сондықтан бізге жылы, жайлы, сенімді көлік керек, ал бұндай көлікті бізге қытайлықтар да ұсынып көріп жатыр. Шығыстағы миллиардтаған көршіміз бізге миллиард бренд ұсынып тастады ғой. Соның бірі міне G-Tour X90 Plus. Бұл көлік қыста, қарда, тауда, басқа жерлерде қандай артықшылықтары мен кемшіліктері барлығын толық түсіндіріп айтуға тырысам. Ендеше кеттік. G-Tour X90 Plus ең әуелде отбасылық көлік ретінде таныстырылды. Өйткені бұл үлкен кроссовер 7 орындық. Дегенмен менің түсінігімде отбасылық көлік деген кез келген уақытта от алдырып, кез келген бағытқа еш ойланбастан шығып кететін көлік болу керек. Бұл көлікті бір қорқыныш тудыратын нәрсе бар. Бұл қай комплектациясы болса да X90 Plus-та толық жетек жоқ. Я разочарован. Негізі G-Tour Қытайда Cheryдің бір астындағы компания саналады, дегенмен Қазақстанға ол жаңа бренд ретінде келді. Тура осы X90 Plus Cheryдің 8 Pro Max деген көлік бар ғой, соның платформасында құрастырылған тура 8 Pro Chery Tiggo 8-де толық жетек бар. Неге екені белгісіз, тура осы G-Tourға толық жетек орнатылмапты. Бұл үлкен минус. Әйтпесе отбасылық көлікпен кең байтақ Қазақстанымыздың Бурабайға, Алакөлге, Балқашқа, Каспийға түрлі шатқалдарымыз бар. Алматының тауларына баруға болады. Ондай жерде толық жетектің керек екені анық. Дегенмен ол жоқ. X90 Plus-тың сыртқы келбеті өте әдемі, нағыз отбасылық көлік екені көрініп тұр. Үлкен радиатор торы, хром өте көп, және де артқы және алдыңғы шамдарында LED технологиясы пайдаланылған. Пресвети фары, чувак! Балайша сөзбен айтқан кезде қазіргі қытайлық көліктердің барлығы бұл да заманға сай өте әдемі көрінеді. Дегенмен қытайлық көліктердің ішкі құрылысына ерекше назар аудару керек екенін мен де сіздерде түсіндіңіздер. Жалпы қазіргі Қытай көліктерінің сыртқы келбетіне қатты мән берудің қажеті жоқ сияқты, өздеріңізді көріп тұрсыздар ғой, өте әдемі. Дегенмен мына мәселеге назар аударғым келіп тұр. Но это же фальшь, это ложь, это неправда. Но адаптивті круиз контрольдің радарының имитациясы ғой. Өйткені бұл 2023 жылғы көлік, бұл жерде мынау жай ғана орны адаптивті круиз контроль ең толық комплектациясында да жоқ. Тек қана 24 жылдан бастап адаптивті круиз контроль орнатылған, но жай ғана алдын ала дайындалып қойған орны сияқты.
Қараңыздар, заманауи LED технология қандай әдемі көрінеді, толық жанып тұр. Мына жүгіріп тұрған бұрылыс шамдарының өзі бір ерекше әсер қалдырады. Мынау айтпақшы бамперіне келетін болса, көп көліктерде бұл жерде мұржаның имитациясы ғана болады ғой. Ал бұл жерде шынымен де мұржа осы жерде орналасқан, қозғалтқыштан шыққан түтін осы жерден шығады. Кеттік па? Кеттік дегенде бар ғой, құлағым тоңып қалды менің. Это только начало. Жарайды. Дөңгелектеріне келсек, бұл көлікте ең төменгі комплектациясының өзінде 20 дюймдық дөңгелектер орналастырған. Бұны бір жағынан әдемі көрінеді. Плюс десек, екінші жағынан ең максималды биіктігі доңғалақтарының 50. Жолдағы кез келген ой шұқырдың барлығын сезесіз. Тым құрғанда 55 болса, 19 дюймдықтар кемінде орнатылса, біраз жұмсақ жүрер еді көлік. Салонға келейік. Жүргізушінің орнынан бастайын. Көліктің ішіндегі салонның дизайны өте әдемі, бірақ рөлі көріп тұрсыздар, Мерседестен ұрланған, алдыңғы панель Мерседестен ұрланған, тура мына орталық консоль қазіргі соңғы шыққан заманауи Аудидің орталық консолі, мына жер тағы да Мерседес. Яғни жаңа заманауи көліктердің біраз нәрсені алып алған сияқты өздеріне G-Tour. Тура алдымда 12-де 3 дюймді 2 монитор, бірінде саймандар панелі, екіншісі қарасаңыздар интуитивті түрде түсінікті тура Android сияқты жұмыс істейді. Тек бұның бір минусы Apple CarPlay, Android Auto жоқ, телефонмен мынау карбид арқылы ғана байланысуға мүмкіндік болады. Енді 360 камерасының сапасына келейік. Бірақ қытайларда қараңыз, 360 емес, 540 болып кеткен ғой мұна. Но это не точно. Жарайды, көрейік. 360 камерасы, сапасы мен айтар едім, бұл мен енді кино түсірмейсің ғой, бірақ тар жерлерде, кез келген жерде жан-жағыңды барынша қарауға жеткілікті. 3D форматта да көлікті жан-жағынан көруімізге болады. Артымызда қар тазалап жүрген адамдар жүр. Не істеп жүргенін тура осы жерден байқап қарап көруімізге болады. Көліктің жүру режимін таңдау орташа, эконом, спорт, көлікті іштен айналдыру, жүк салғыш тарттағы осы жерден ашуға болады. Екі жақтағы орындықтың жылтуы, көтен жылтулар деп айтады. Алдыңғы терезені жылту және де жүргізушіге көтенді керісінше салқындатып тұратын батырма бар. Ну это нормально. Ал артықшылығы сенсорлы батырмалардан бөлек бұл жерде температураны өзгесі мынадай айналдыру арқылы таңдауға болады. Менің ойымша керісінше осындай физикалық батырмалар тиімді. Өткенде де айтып едім ғой, сенсорды сіз қолыңызбен сезіп түсінбейсіз, яғни жүріп келе жатқан кезде барлық назарыңызды осы жаққа аударасыз. Музыканың дауысында тура осындай батырма арқылы сенсормен емес баптауға болады. Бұны да мен плюс тередім. Енді минустарына бір тоқталып өтейін. Алдыңғы жүргізушіге USB порт орнатылмаған, тек қана мынаның ішінде, ол қараңыздар қанша затқа толып тұрады, мынаның ішінде ғана бір USB порт бар. Және арттағы жолаушыға арналған тағы да мына жерде USB және бір Type-C порт орнатылған. Телефон қоюға жұмсақ резеңкемен асты қапталған орын бар. Тек осы телефон қойғышты орнату үшін бір стакан қойғышты алып тастауға тура келген. Жүргізушіге отбасылық көлік болғасын барлығыңыз алыс жолға шыққан кезде бір стакан қойғышпен жүру ыңғайсыз. Және де мына жерде телефон қойғыштың орнында сымсыз қуаттау жүйесі де жоқ. Кейбір жүргізушілер көліктеріне қосымша орнатып алып жатыр. Сосын тура осы X90 плюста мынау жерде кілт қоятын орын бар. Бұның түбінде міне кілттің суреті де салынған. Барлығы оны мынау кілттің ішіндегі батареяны қуаттайтын орын деп түсінеді. Шын мәнінде бұл батареяны қуаттамайды бұл жерде. Егерде мынау көліктің, кілттің қуаты таусылып қалатын болса, сіз
осы жерге қойсаңыз тура иммобилайзер сияқты жұмыс істейді. Көлік оны батарейкасы өліп тұрған кезде де көре береді. Батарейкасын алып тастасаңыз да осы жерге қойған кезде ол жұмыс істейді. Сондықтан бұл қуаттамайды, жай ғана сондай бір орын деп айтсақ болады оны. Айтпақшы, бұл көлікте салондағы ауаны тазарту функциясы бар. Қараңыздар, мына батырманы бассақ, мына жерде міне көліктің іші қазір қызыл болып тұр. Яғни көлік өзінің ішіндегі улы газдармен күресіп жатыр. Қазір ішіндегі ауа түрлі датчиктармен оны тексеріп отырады. Ішіндегі ауа тазарғаннан кейін бұл көк болып жанады. Яғни іштегі ауа сол кезде тазарды деген сөз. Оған дейін қараш, мына жерде айтып жіберейікші, анау салон тазарып болғанша. Мен мына бағанадан бері шынайы жіптер деп ойлап тұрсам, мынау шынайы жіптер емес қой. Барлығы жұмсақ, ұстағанға ыңғайлы сияқты, бірақ мынау шынымен жіп емес, нағара. Мынау жіп емес. Астыңғы бөлігінде кожа орнатылған. Бұл жерде былғар екені де көрініп тұр, былғар алмастырушы. Мынау жердегі жіптердің де шынайы нақты жіп екені көрініп тұр. Ал үстінде жіп емес, мынау пластик, өтте жұмсақ пластик, жіптің де имитациясын жасақ қойған. Міне, мынау көк болды, яғни көліктің ішіндегі ауа тазарды деген сөз. Яғни сіздерге таза ауаны көлік өзі тазартып жұмыс береді. Замечательно, поразительно, гениально. Бірақ мен бар ғой, осыған көліктің ауаны тазартуға шынын айтқан кезде қалай жұмыс істейтін әлі түсінген жоқ. Менің ойымша жай ғана ауа тазартқыш фильтр бар ғой, барлық көліктерде де бар. Соны қосып, іштегі ауаны бір желдетіп шығатын сияқты, әйтпесе улы газдардың қайда бар, қандай бар, және оған қарсы қандай улы газ жіберу керек, бұл көлік қайдан біледі? Жай ғана іштегі ауаны фильтр арқылы желдететін сияқты. Біздің нарыққа келетін X90 плюсқа екі түрлі қозғалтқыш қойылған. Мотор қайда? Нет, что? Нет. Толық жауып тастаған ғой қытайлар. Бірі 1.6 195 аттың күшін береді, ал тура бұл көлікте 2 литрлі 245 аттың күшін беретін қозғалтқыш орнатылған. Қалалық жерлерге бір агрессивті жүретін адам болмасаңыз, толықтай жеткілікті. Ты недооцениваешь мою мощь. Қараңыздар, қаншалықты қорғалған аккумуляторға, моторға, және де мұны терезе жуғышты бері қарай шығарып қойған, басқа жерлеріне ешқандай доступ бермеген ғой. Жай ғана тексеріп, майын тексеріп, қайтадан жауып қоюға ғана мүмкіндік бар. Нет ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. Бұл екі қозғалтқышта 7 сатылы преселективті қораппен жұптасады. Тура осы көлікті мініп жүрген адамдар екі түрлі пікір айтады. Біреулеріне ұнаса, біреулері керісінше. Сәл жұмысының баптаулары жетіспейді деп шағым айтып жатады. Мен өзімде байқадым, мысалы, жылдамдықты үдетіп келе жатқаннан кейін акселераторды сәл босатсаңыз, көлік бірден жылдамдықты азайтуды бастамайды. Әлі де бір жарты секунд, 1 секунд жылдамдықты үдетіп жатқан сияқты әсер қалдырады. Меніңше бұл минус, яғни екі ілінісуі бар преселективті қораптың баптауы әлі сәл де болса жетіспейтін сияқты. У каждого есть слабое место. Артқы қатардың бір үлкен плюсын және бір үлкен минусын айтайын. Үлкен плюсын қараңыз, қандай орын бар, басымның үстінде, тіземнің алдында, мына жерге тағы да бір кішкентай орындық қойып, бал отырғызып қоюға болады. Мынау жерге. Серьезно? Нет, я прикалываюсь. Өте кең, ыңғайлы, жайлы отыруға болады. Ал жасалған мүмкіндіктерде мына жерде 3 сатылы көтен жылытқыш қойылған, екі жақ орындыққа, ортасындағы адамға жоқ. Дегенмен бұл жерге 3 ірі адам отырып, алыс жолға шықса, мен шаршамайды деп ойлаймын, себебі кең. Ал минусы, артқы қатарда отырған адам алдыңғы қатардағы адамдардың қандай температурада отырғысы келеді, соған бағынуына тура келеді. Өйткені олар нені баптайды, мына жерден сондай ауа үрлейді. Ал үшінші қатарда ондай емес. Үшінші қатардан өздерінің бөлек ауа баптағыштары бар.
Қазір оны да көрсетем. Ал жүк салғышына келсек, қараңыз, өте үлкен. Мынау артқы қатарды, екінші қатарды жатқызатын болсаңыз, 1600 литрге дейін көбейеді. Айтып отырғаным мынау. Үшінші қатарға арналған өздерінің ауа баптағышы бар. Температураны баптайды, мынау желдің өрлеу жылдамдығында баптай алады. Ал мына жерде ашатын болсақ, үшінші қатардың орындықтары жасырылған. Дегенмен бұл жерге балаларға ыңғайлы, ал үлкен ересек адамдарға, ірі адамдарға сәл ыңғайсыздау болатын сияқты. Әзірге бұның бізге қажеті жоқ, жауып тастасақ болады, бірақ жауып тастайтын кнопкасы қайда бұның? Шығарып қойдым, енді қалай жабамын мен бұны? Какого хрена? Жапқанда мына жібін тарту керек екен ғой. Мен батырмыз деп отырмын ғой бұл жерден. Бұлай жаптық, жарайды. Резеңкесін орнына қоямыз. Мынау жағында бізде тағы да орын бар. Бұны қалай ашамыз? Мінеке. Қараңыз, ұсақ түйек заттарға орын көп, көліктің өзінің қажет заттарынан бөлек қаншама затты сыйдырып, жауып, және жүк салғышыңыз бай тап-таза болып тұрады ғой. Мына жерге басым жетіп қалды ғой. Мен биікте тұр екенмін ғой, Болды? Вау. Айтпақшы бар ғой, мынадай бір жақсы тұсы бар көліктің. Мынау жері есіктің асты толық резеңкемен ең астынан қапталған. Бұның жақсы тұсы дегеніміз, мынау порогтары кір болмайды, лас болмайды. Көлікке мініп түскен кезде басқа көліктерде мына жерге аяғыңыз тиеді, балтырыңыз қар, саз, быт-шыт болады. Бұл көлікті шалбарыңыз тап-таза болып отырып жүріп кете бересіз ғой. Артықшылықтары мен кемшіліктері: салоны кең әрі жайлы, бағасы да қолжетімді. Турбо қозғалтқыш болғандықтан отын, бензин шығыны көп емес. Төменгі комплектациясының өзінде опция көп. Кемшіліктері: толық жетегі мүлде жоқ. Үшінші қатары тарлау, дыбыс изоляциясы нашар, жылдам құнсызданады. Сыртқы бояу сапасы нашар. Карбид линк болғандықтан Apple CarPlay немесе Android Auto туралы айтпаймын. Сонымен, G-Tour X90 Plus-ты отбасылық көлік ретінде қарастыруға бола ма? Шешімді шығаратын өздеріңіз. Мен айттым, ең үлкен минусым жаңағы толық жетегінің болмауы. Дегенмен көлік 7 орындық, артқы қатары кең, ең үшінші қатарында, артқы қатарында балаларға отыруға жағдай бар. Сондықтан неге қарастырмаққа, егерде толық жетектің жоқтығымен келсем десеңіз. Бағасы да аса қымбат емес, шамамен 15 миллион теңгенің айналасында көлікті алуға болады. Шешім шығаратын өздеріңіз. Арнаға жазылып пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қымбат. Келесі жүздескенше аман болайық. В общем, счастливого пути. Sorry.